Қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге қойдың бас сирағын, шек қарын тазалауды көрсетемін. Ең алдымен ыстық емес суға өстіп қойдың басын жуып, темір қырғышпен қырамыз. Міне өзі осындай қара қой екен. Және де мына арт жағындағы бездердің бәрін алып тастаймыз. Бездер жұп-жұмыр домалақ болып келеді, және артық заттарының бәрін алып тастайтын боламыз. Келесі біз қойдың құлағын, мұрнын, көзін жуамыз. Мен арнайы перчатка, яғни қолғапты киген жоқпын. Осылай кішкене тіліп аламыз да, шүберекпен құлақтың ішін бірақ тазалап жуып аламыз. Ешқандай жиіркенудің қажеті жоқ. Жақсылап жуып алсақ, сый қонақтарға берілгенде өте жақсы болып тұрады. Себебі барлық жерін жейді. Міне осылай жуып алдық. Келесі біз қойдың көз жасы болады. Осындай көз жасын ақырын көзінің сәл үсті қабағы жағын тіліп, көз жасын шығарып тастаймыз. Себебі жеген кезде ащы дәм болып тұрады. Сондықтан осылай қара затты көз жасын ағызып шығарып тастаймыз. Келесі біз қойдың жағын ер адамдар айыру керек. Сондықтан осылай тіліп дайындап қойдым. Одан кейін тілін, тістерін жақсылап жуып аламыз. Келесі сирақтарын осылай темір қырғышпен, оны да жақсылап темір қырғышпен қырып отырып жуып аламыз. Одан кейін қарынды қайнап тұрған суға құйып, жақсылап қырып, шайып, жуып аламыз. 1-2 минут тұрып қалған су, демін алып қалған су керек емес. Осындай аппақ болып шығады. Келесі шектері. Мынандай ағаш таяқша болса, ішіне кіргізіп, келесі бетін аударып, кезек-кезекпен жуып аламыз. Міне біздің қарындарымыз, шектеріміз дайын. Сіздермен бірге болған Ақбота Бақытқызы. Артыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.